Беделді әтеш. Еріккен әтеш бір күні жас достарын шақырды. Ку-кареку! Деп нықтап айтты өзінше ақылды. Әке шешең сендерге тамақ іздеп кетеді. Менің күнім таң атты, күн батты мен өтеді. Қызмет етіп теттегін, жүрмеймін босқа жетеді. Тым болмаса көңілімді, өтерсеңдер не етеді? Қыт, 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 қыт. Иә деп, сөзін жалғап ақырын, тауық шықты ортаға, қаратпай жерге жақынын. Қошемет тойы басталсын, бота бәрін басқарсын. Құлын күй тартсын, саздан сый тартсын. Бұзау ән салсын, бұлбұл тамсансын. Қодық қызмет етсін, азық түлік түгел жетсін. Қозы лақпен билесін, аяғы жерге тимесін. Сайратып көңіл тотысын, күшік өлең оқысын. Мысық ойын ойнатсын, көңілге күлкі бойлатсын. Ал мен бұршақтан тағам жасап, отырайын жайлап асап. Әтеш беделін байқап, қуана басын шайқап, қанаттарын қомдап, даусын оңдап, ку-кареку деп алғыс айтты. Жас достары да көңілді қайтты.